Мына үйді жығыңдар, көшеміз. Көшетін болдық дейсіз бе, әке? Көшкен несі? Қонғанымыз күні кешеді ғой. Маңайдың шөбі әлі жапырылған жоқ. Бұл жолы малдың қамымен емес, жанның қамымен көшеміз. Әрі алысқа кетеміз. Ол қандай жер? Қозыбасы деген тау, Шу өзенінен әріде жатыр. Онда бізді біреу күтіп тұр ма? Күткендай, Жәнібек пен Керей сұлтандар, соларға қосылсақ бағымыз ашылады. Дәулетіміз артады. Мына қыспақтан құтыламыз. Он 15 ғасырда Сыр мен Қаратау орасы қалың елдің қонысы еді. Олар оңтүстіктегі Шайбани Әбілқайыр ханға да, шығыстағы Моғолстан мен батыстағы Ноғай ордасына да қосылмады. Талас пен тартыстан қажыған түрлі рулар жаңа тыныс пен тыныштық іздеді. Оларға әсіресе қатыгез шайбанилер шапқыншылығы ауыр тиді. Әбілқайыр ханға наразы болған ауылдар аулаққа көшуді әдетке айналдырды. Батудың Еуропаға жорығынан кейін, ол бүгін Қазақстан аумағын үлкен ағасы Тиесел Орда-Жеңге қайтарып берді. Осы Орда-Жеңнің ұлысы Орда-Жең мемлекеті тарихта Ақ Орда мемлекеті деп аталады. Осы Ақ Орданың ең соңғы ханы Барақ 1428 жылы қайтыс болды. Сол кезеңде Орда-Жең тұқымдарының арасында жаңа хан тағайындалмай қалды, ауызбіршілік болмады. Кім өзінен жоғары хан дегенде ұғымды, кім жоғары хан болады дегенде ауызбіршілік болған жоқ. Бұтыраңқылық басалды. Әр ұлыстың басында Орда-Жеңнің әр тұқым билік етіп отырды. Аз жылда шайбанилер озбырлығына шыдамай, көшіп кеткен түтін саны 200 мыңнан асты. Дербестікке ұмтылған рулар Керей мен Жәнібек сұлтандарды сағалады. Олар баяғы жошы ханның ұрпақтары еді. Керейдің жасы Жәнібектен үлкен. Бұлар да туыстас сұлтандар болатын. Екеуі де Шайбани әулетіне, ол әулеттен 1428 жылы таққа отырған Әбілқайыр ханға іштей қарсы болған. Әбілқайыр Дешті Қыпшақтағы, яғни солтүстіктегі руларды қанғақсатып жатқанда, екі сұлтан Қаратау қойнауына бой тасалап тыңғыш жинады. Әбілқайыр хан өлгеннен кейін өзбек ұлысында өзара тартыс басталды. Шамасы келгендердің бәрі қауіпсіздік пен бақ дәулет іздеп, Керей мен Жәнібекке кетіп қалды. Мұхаммед Хайдар Дулати. Топтасқан халықты бастап, Жәнібек пен Керей сұлтандар оңтүстік шығыстағы Моғолстан жеріне бет алды. Көшті Шу өзенінің бөктері мен Қозыбасы тауы етегінде тоқтатты. Жылнамашылар бұл хижраның 870 жылы болатын деп жазған. Георгиян күн парағы бойынша 1465-1466 жылдарға сәйкес келеді. Бұл тұста Моғолстанның өзі қожырады. Оларды ойраттар жиі шабуыл жасап, титықтатты. Моғолстан билеушісі Есенбұға енді Жәнібек пен Керейді басты жауы ойраттарға қарсы пайдалануды ойлады. Бірақ Есенбұға өліп, орнын басуға тиісті інісі Жүніс Ташкенттен шыға алмай қалды. Екінші жақтағы басты дұшпан Шайбани Әбілқайыр да өз уысынан шығып кеткен руларды жазалай алмай өтті. Осындай қолайлы саяси жағдайды пайдаланған Керей мен Жәнібек Қазақ хандығын құрды. Бірден хандық аумағын кеңейту мен халқын көбейтуді ойластырды. Бірінші, Керей хан.
билік етті. Бұл 1458-73 жылдар, ол қайтыс болғанса 1470 пен 80-нің арасында Жәнібек хан билік етті. Жалпы бұл қарайтын болсақ, бұл Моғолстанның жері, бүгін Жетісу жері. Ал осы жерде бұл кісілердің дербес саясат жүргізді. Олай дейтініміз, олар мынау Моғолстан жерінде кеп осы аймаққа билік етті, бірақ олар тікелей Есенбұғаға тәуелді болған жоқ. Қазақ хандығы құрылған соң алдымен оңтүстіктегі іргені бекітуге тырысты. Сол үшін Түркістанды және Сыр бойындағы қалаларды өз қолына алуға ұмтылды. Шайбанилермен қарулы қақтығыстардан кейін Керей хан Түркістанға жақындады. Ал Жәнібек ханның ұлы Махмұд созақталды. Екінші ұлы Еренші сұлтан Мұхаммед Шайбани қолымен соғыса отырып Сауран қаласына кірді. Ат үстінен түспеген Жәнібек пен Керей хандар бірінен соң бірі қайтыс болғанда арттарында қазақ атанған жаңа жұрт қалды. Енді қазақтардың ханы болып, Керейдің ұлы Бұрындық сайланды. Ол әкелерінің жаугерлік әрекеттерін жалғастырды. Моғолстанға келген кезде олар уақыттарын ойраттар мен қырғыздарға шабуыл жасаумен өткізді. Өлкенің шет жағын жайлағандықтан оларға қазақ деген ат тағылды. Махмұд бин Уәли. Керейдің ұлы Бұрындық хан болып тұрғанда, оның әскерін Жәнібектің ұлы Қасым басқарды. Ол жас кезінен жүйрік ат мінді, әрі ер жүректігімен танылды. Әскерді басқаруда ересен қабымен көзге түскен. Оның ерлігімен даңқы ханнан артық болды. Мұны сезген Бұрындық 1511 жылы аз ғана адамды қасына ертіп Самарқандқа кетті. Енді хандық Жәнібек ұрпағына көшіп, Қасым хан сайланды. Ол хандық шекарасын кеңейтті. Сырдарияның бойындағы қалаларды, Жетісудың Алатауға дейінгі бөлігін және Ұлытау мен Қарқаралы арасын толық биледі. Біртіндеп Жайық жағасына дейін жетті. Мұхаммед Шайбанидің жорығын тойтарып, бірнеше рет соғысып, Түркістаннан асырып қуып тастайды. Осылай қарамағында 1 миллион адамды топтастырды. Мемлекеттің ішкі және сыртқы тәртібін жолға қойып, Қасымның қасқа жолы атанған заңдар жинағын жасатты. Қазақ хандығының Қасым хан тұсындағы күшеюінің бірден бір алғышарты осы заңның қабылдануымен тікелей байланысты болды. Себебі бұл заң сол кезеңдегі дала тарихындағы қазақ мемлекетінің алғашқы заңы болып есептелінді. Бұл негізінен 5 мәселе қарастырды. 5 мәселенің ішінде сол кезеңде қазақ мемлекетінің сыртқы және ішкі саясатына ықпал ететін баптар болды. Ол баптардың қатарына мысалы жұртшылық заңы, елшілігі заңы, мемлекеттің ішкі тұтастығы, сонымен қатар сол кезеңдегі қазақ қоғамындағы қылмыстық, әкімшілік, отбасылық құқық мәселелері енген болатын. Қасым хан тұсында ұлы князь 3-ші Василий басқарған Мәскеу мемлекеті қазақ хандығымен алғаш байланыс орнатты. Қасым ханнан кейін кезекпен ел басқарғандар да түрлі соғыстарға шықты. Бір ұрыста барлық ұлдарымен жалпы саны 37 сұлтанмен бірге Тоғым хан қаза тапты. Бірақ хандық іргесі шайқалмады. 16 ғасырдың ортасында Хақназар хан 30 жыл билік құрды. Оңтүстікте Шайбани әулеттерімен тартысып, Ташкентті шапты. Бұхараны билеген 2-ші Абдалла хан Хақназар ханмен одақ болып анттасты. Бұл жақты тыншытқан қазақтар шығыста моғолдарды Қашқарға қарай ығыстырды. Батыста Ноғай ордасын қосып алуға тырысты. 1557 жылы Ноғай мырзасы Ысмайыл Мәскеудегі 4-ші Иванға менің немерелерім Жайықтың ар жағына өтіп, қазақ патшасына қосылды. Енді менімен соғысу сәтін күтіп жүр деп хабарлама жіберді. Солтүстікте Хақназар хан Сібір ханы көшіммен бақталас болды. Көшімде орыс патшасына мен сіздерге алым жіберіп тұрмын, ал қазақ патшасы мені жеңіп кетсе, сіздерге алым төлемейтін болады деп шағымданады.
сібірдің біраз жұрты қазақ ханына бағынды. Олар әр ер адамның атынан бір түлкі, құндыз және сусар терісінен ясақ төлеп тұрды. Малымызды саттық. Енді ақшамыз бар. Не алғың келеді? Үйге алдымен қант шай алайық. Ондай болса, базардың келесі қатарына өтуіміз керек. Өзімізге көйлек көншекке мата керек. Ол да табылады. Керек болса, ішікті кетін бұлғын терісін әперемін. Бұлғын ішікте бар ма? Анау әне, бұлғынның терілері ілулі тұр. Сонда барайық. Бұл өзі қымбат емес пе екен? Бір алтын ба? Көрші осыны. Осы емес па бізге ұнаған? Қандай? Аламыз ба? Алайықшы. Болды, онда алайық. Қазақ хандығы сауда орталығына айналды. Бір жағынан Ресей көпестерінің, екінші жағынан Хиуа, Бұхар көпестерінің керуені келетін. Олар қазақ даласынан әрі суға қорықты. Өйткені кезіндегі Қазан, Қырым, Хажы-Тархан хандықтары бұл көзде жойылған. Оның бәріне орыс билігі орнап жатқан. Осындай жағдайда солтүстік пен оңтүстіктен шыққан керуендер қазақ даласында тоғысты. Хиуа, Бұхар саудагерлері елдеріне мал айдап қайтатын. Хақназар хан тұсында қазақ пен орыс патшасы елшілік алмасты. Иван Грозный өз елшісі Третьяк Чебуковты аттандырды. Оған қазақ хандығымен байланыс орнатуды ғана емес, оны Көшім ханмен соғыста одақтас болуға көндіруді тапсырды. Ағылшынның шығыс елдерімен сауда жасау ісін реттеу үшін Ресейге жіберген елшісі Антони Дженкинсонды Орта Азияға келді. Оның қолында 4-ші Иванның арнаулы грамотасы бар еді. Орыс патшалығы осы елшіліктер арқылы қазақ хандығының жай-күйін білуге тырысты. Қазақ-орыс қарым-қатынастарына байланысты орыс елшіліктерінің тізімдемесінде жалпы 38-ші жәшікте осы Қасым хан тұсындағы қазақ-орыс қарым-қатынастарының мәліметі бар. Алғаш елшіліктердің бірі ол 1573 жылғы Третьяк Чебуков бастаған елшілік. Сол кезде орыс елі Сібір хандығымен соғысып жатқан, қазақ хандығы сол кезде мынау Орта Азиядағы Абдалла ханмен соғысып жатқан болатын. Енді елшіліктің негізгі мақсаты тек қана сауда, экономикалық, дипломатиялық емес, сонымен қатар әскери одақ құру негізгі мақсаттардың бірі болады. Хақназардан кейін Шығай хан болды. Ол Абдалла ханмен бірлесіп, Баба Сұлтанға қарсы Ұлытау бағытында жорыққа шықты. 1582 жылы өмірден өткен Шығайдан соң қазақтар Тәуекелді хан сайлады. Ол енді Шайбани әулетімен одақ болудан бас тартады. Ташкентті тартып алу үшін әрекет етеді. Бірінші жорық жеңіліспен аяқталды. Бірақ Абдаллах өлгеннен соң Шайбани әулеті өзара билікке таласты. Осыны пайдаланған Тәуекел 1598 жылы Түркістанды, Ташкентті және Ферғананы алды. Бірақ одан кейінгі хандар Ферғанаға ие бола алмағанмен, Түркістан мен Ташкент қазақтың қарамағында қалды. Түркістан деген ұғым біз үшін қазір оңтүстік Қазақстан облысында бір қаланың атын білдіреді. Ал Түркістан деген ұғым әртүрлі замандарда әртүрлі аймақты түсіндірген. Қашқари 6-11-12 ғасырда түркілердің заманында Түркістан деген ұғымға бүкіл түркі тайпалар мекендейтін жер еді. Яғни анау Қытайдың солтүстік батысынан бүгін Шинжаң Уйғыр Автономиялы Республикасынан бастап бүгін Қазақстан Амударияның сағасына шейінгі жерді. Ал енді біз қарап отырған кезде 14-16 ғасырда Түркістан деген ұғымға сырдың ортағысы бой бүгін оңтүстік Қазақстан оңтүстік Сайрам қаласынан басталады, солтүстік Сығанақ қаласы, яғни бүгін оңтүстік Қазақстан облысы мен Қызылорда облысының Жаңақорған ауданы жері. Осы аймақта тұтастай аймағы мен қаласымен қосып Түркістан аймағы деп аталды. Ал енді Түркістан өңірі үшін күрес, бұл Түркістанда Фазылах ибн Рузбехан 33 қала бекініс бар дейді. Өте бай сауда орталық шоғырланған, әкімшілік орталаған, діни медресе, мынау қазақтар үшін қасиетті мынау кесенелер орналасқан аймақ. Қазақ хандығы бұл аймақ не үшін күресті? Бұл аймақ о бастан, Жошының заманынан бастап, осыдан бастап бұл осы Жошы осына кейін қазақ хандығының тиесілі аймақ. Сән болмайды жайлауда
жайламаса құлыласам, болмайда байламаса. Қазақтар бұл уақытта тұтас ұлт ретінде қалыптасты. Хан билігіні қайда, түрлі шапқыншылыққа бірлесіп, қарсы шығатын болды. Ішкі дауды ханға жеткізбей, билер шешіп отырды. Өзі батыр, өзі жырау тұлғалар елдік пен ерлікке үндеді. Домбыра мен қобыз қолдан түспей көптеген күйлер шығарылды. Қазақ ұлтының өз дәстүр салты, дастарханы орнықты. Бала-шағамыз мал басы тегіс аман болсын, аумин. Қазақ хандығының дәуіріндегі әдеби мұралар, оның ішінде ерекшелігін айтатын болсақ, әрине бұл жыраулар поэзиясы болды. Жыраулар поэзиясының ерекшелігі, олар хан сарайында өздерінің жеке пікірлеріменен билікке араласып отырды. Әрбір ханның қасында өзінің жыраулары болды. Мысалы, біз айтатын болсақ, Керей мен Жәнібектің ісін сынға алған, халықтың бүкіл өмірін, халықтың бірлігін, халықтың мұратын аңсаған Асан Сәбитұлы туралы айтсақ болады. Сонымен қатар Марғасқа, Жиенбет жыраулар біздің қазақ даласының ұлттық поэзиясының, жыраулар поэзиясының өркендеуіне өзіндік үлесін қосты. Қалалар қазақ қауымы топтасқан орталыққа айналды. 17 ғасырдың басында Түркістан, Ташкент, Жанкент, Сауран, Сайрам, Жаңақорған, Созақ, Шолаққорған және басқа да қалалар ірі сауда және кәсіпшілік орталықтары ретінде мәлім болды. Қыш құмыра жасайтын шеберханалар салынды. Кілем тоқылды, сыр бойында суармалы егін өсті. Арық пен кәріс тартылды. Әскерді астықпен, аттарды жеммен жабдықтау жолға қойылды. Қазақ хандығы құрылғаннан кейін ол мемлекет ретінде өзінің ішкі саяси жағдайымен қоса сыртқы саясатын экономикалық жағдайын түзеу жолында бірнеше қадамдар жасаған болатын. Соның ішінде атап айтатын болсақ, ол бұрын ежелден келе жатқан дәстүрлі мал шаруашылығы, оның ішінде көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Сонымен қатар қазақтар әрине ол кезеңде отырықшылықпен де, яғни қалаларда да өмір сүргендігі бүгінгі таңда көптеген тарихшылар оны дәлелдеп отыр. 1594 жылы қазақ ханы орыстың Федор патшасына елші аттандырды. Оған жауап ретінде Мәскеуден Вильямин Степанов деген елші келді. Тәуекелдің тұсында шығыста жаңа қатер пайда болды. Ол жоңғарлар еді. Олар малына жер жетпей, енді Жетісу мен Балқаш өңіріне бет алды. Одан әрі Сыр өңіріндегі қалаларды басып алуды ниет етті. Тәуекел жоңғарға қарсы одақтасу үшін Шайбани әулетіне хабар береді. Бірақ олар жоңғарды жеңу мүмкін емес деп соғыстан бас тартады. Тәуекелден кейін хандық құрған есімнің тұсында 1635 жылы жоңғардың жойғын жорығы басталып кетті. Сыр бойында қалалардың өзі әрине орта ғасырлар ежелден бастап бұл өңір жалпы көптеген тайпалардың арасында осы қалалар үшін ұзаққа созылған күрестер болып отырды. Бұл дегеніміз жаңа экономикалық тұрғыдан, саяси, стратегиялық тұрғыдан бұлар өте мықты, мәдени, рухани тұрғыдан мықты орталықтар болғандықтан бұл жерде әрине Алтын Орда кезеңінде де, кейіннен жаңағы Орта Азиядағы Темір әулеті кезеңінде де және сонымен қатар Орта Азияда Шайбани әулеті, Аштархан әулеті кезінде де осы өңір үшін Қазақ хандығымен одан алдын Ақ Орда жаңағы билеушілер арасында осы өңірлерді иеленуге жаңағы қатты мүдделілік танытқан әр мемлекет. Яғни бұл территорияда әрине әр қаланы атап айтатын болсақ, жаңа Түркістан, Отырар, Исфиджаб, жаңағы Сығанақ, бұл қалалар әрине жаңағы тек саяси орталықтар ғана болған жоқ, сонымен қатар жаңағы әскери стратегиялық, яғни бекіністер болды, мәдени, рухани орталықтар болды. Оны атап айтатын болсақ, Түркістанды, ондағы жаңағы көптеген бүгінгі таңда хандардың жерленуде бұл жаңа мәдени рухани орталық ретінде оның маңызы өте жоғары болғандығын көрсетуге болады.
жоңғарлар батысқа жылжып, Жем мен Жайыққа қарай қозғалды. Қиын уақытта Есім хан қайтыс болып, ұлы Жаһангер таққа отырды. Оны қазақтар Салқам Жәңгір деп атады. Жаста болса бас болған жаңа хан дұшпанға алғаш тойтарыс берді. Жәңгір хан мен Самарқанд билеушісі Жалаңтөстің бірлігі арқасында қазақтар Орбұлақ атты жерде жеңіске жетті. Бұл өз заманында даңқы алысқа жеткен ұрыс еді. Есімнің ұлы Жаһангердің 1643 жылы Батырхан Тайшымен соғысы туралы Фишерді баяндады. Шоқан Уалиханов. Салқам Жәңгірден кейін 1680 жылы ел тізгінін Тәуке хан ұстады. Ол үнемі билер кеңесін өткізіп отырды. Бейтөбе, Мәртөбе, Күлтөбе деген жер атаулары әз Тәуке тұсында қалыптасты. Халық жеті жарғы заңдар жинағын басшылыққа алды. Әр руды бір сұлтан, яғни Шыңғыс хан тұқымының өкілі басқарды. Түркістан қаласы елдің астанасы болды. Тәукеге де жоңғармен соғысуға тура келді. Мазасыз көрші, сауда керуендері өтетін Сығанақ, Сауран сияқты қалаларды басып алуға тырысты. Дала өркениетінде билер институты ертеден бастау алады. Қазақ хандығы құрылғаннан кейінгі кезеңде әрине билер институтының жүйелі түрде жұмыс істеуі бұл Тәуке ханның есімімен байланысты еді. Сол кезеңде Тәуке ханның заманында Бейтөбеде, Құлтөбенің басындағы күнді кеңес деген мәселенің өзі қазақ қоғамындағы кикілжің мәселелерді шешу үшін билер институтының күшеюіне Тәуке ханның өзі ықпал еткен болатын. Билер кеңесінің негізгі қызметі сол кезеңдегі қазақ қоғамындағы ең бірінші қоғамның ішіне іріткі салып отыратын мәселелерді шешуге, сол дауларды шешуге үлес қосты. Мысалы, оның ішінде ең бастысы жер дауы, жесір дауы. Одан қалсақ, сол кезеңде қоғам ішінде үнемі қақтығыс тудырып отырған тальон заңдарын тоқтатты. Яғни қанға қан, жанға жан деген принципті тоқтатып, ендігі жерде жеті жарғы арқылы құн төлеу принципі енгізілген болатын. Осындай ұрыс тартысты кезеңде 1718 жылы Тәуке хан өмірден өтті. Бір орталыққа бағынған қазақ елінің алдында қысталаң, қиын замандар тұрды.